Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге M&M's печеньелерін дайындаймыз. Қарапайым заттардан осындай әдемі, балаларыңызды қуантатын өте дәмді печенье болып шығады. Ол үшін бізге ұн, қопсытқыш, какао, бір жұмыртқа, M&M's, ерітілген сары май және шекер қажет болады. Алдымен ерітілген сары майды ыдысымызға құямыз. Оның үстіне шекер саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше бір жұмыртқа шағып саламыз. Пышақтың ұшымен ванилин қосамыз. Бұл міндетті емес, қоспаса да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға какао және қопсытқышты қосып, електен өткізіп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мен одан да көп видео салуға тырысатын боламын. Енді қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Неге осындай қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Осы арада пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 180 градуста. Пештің табасына пергамент қағазын төсеп, қамырдың шетінен осылай алып, домалақтаймыз. Одан соң үстін осылай басып, печеньенің формасын келтіреміз. Барлығын осылай домалақтап, үстін басып, дайындап аламыз. M&M'стерді осылай печеньенің үстіне қойып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. 20 минут өтті, печеньелеріміз пісіп шықты. Мен тек аз ғана бөлігіне ғана M&M's қостым, қалғанына қоспадым. Сіздер өз қалауыңызша барлығына қоссаңыз болады. Печеньелеріміз осылай әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалай шыққанын комментарийде бөлісіңіздер. Видеома лайк басып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.